Бүгінгі күні әрекетіміздің басым бөлігі компьютерлік технологияға тәуелді болғандықтан, ақпараттық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға міндеттіміз. Ең алдымен мемлекеттік және әскери құпиялар, заңнамалық және дәрігерлік құпияларды сақтау маңызды болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздік ақпараттың бұрмалануы немесе жоғалуы салдарынан қолданушыға орны толмас зиян келтіретін кез келген әрекеттерден ақпаратты қорғау. Ақпараттық қауіпсіздік ақпараттың қолжетімдігін, тұтастығын және құпиялылығын қамтамасыз ету үдерісі. Ақпараттың қолжетімдігі компьютер істен шыққанда немесе интернет арқылы түрлі қауіпті программалардың шабуылы нәтижесінде веб-сайт қолданушысының сұранысына жауап бермеген жағдайда бұзылады. Екінші, ақпараттың тұтастығының бұзылуы. Ақпараттың ұрлануы немесе бұрмалануы кезінде орын алады. Мысалы, электронды пошта хаттарының және басқа да сандық құжаттар мазмұнының өзгеруі. Және ақпараттың құндылығы адамдарға құпия ақпарат жария болғанда бұзылады. Бұл ақпараттың таралуына себеп болуы мүмкін. Кез келген қорғау жүйесінің ең әлсіз тұсы адам. Кейбір қолданушылар өз құпия сөздерін көзге түсетін, көрінетін жерлерге жазып қояды, тіпті басқаларға да таратуы мүмкін. Мұндай жағдайда кез келген ақпаратқа заңсыз қол жеткізу мүмкіндігі артады. Сондықтан қолданушыларды ақпараттық қауіпсіздікке үйрету өте маңызды болып табылады.